Қазақтың ұлы ақыны, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбаевтың туғанына биыл 178 жыл толып отыр. Қымбатты кітап сүйер оқырман, сіздердің назарларыңызға арнайы кітапхана ұжымы Абайды бірге оқиық атты ұжымдық оқу сағатын ұсынады. Абай өзінің өлеңін және шығармаларын үзіліссіз жазуға тырысты. Дегенмен, сонау кездердегі халықтың ішіндегі тартыстар ақындық өнермен айналысуды қиындатты. Абай ақындыққа бағыт бұрған өлеңдерін білім, өнер және мәдениетке бағыттады. Абай 1885 жылы «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» деп атаған тұңғыш шығармасын жазды. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен қылсын деп бермедім. Өзім де басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Стихи Абая Кунанбаева «Как бабочек много над лугом». Как бабочек много над лугом, веселый и радужный рой, а ближе к метелям и вьюгам не встретишь их здесь ни одной. Так люди снуют, суетятся, надеются, любят, грустят, чему-то всем сердцем стремятся, и словом, и мыслью блестят. Но в старости всяк затихает, и вечность уносит людей, а кто не парит, а порхает, бесследно скрывается в ней. Абай Кунанбаев. Милый мой, дорогой. Милый мой, дорогой, я тебе шлю привет. Сожжена я тоской, знаешь ты или нет. Жду вестей день-деньской, жажду их всей душой. Где найду я покой, если ты стал чужой? Сердце ты моего светом был, гибну я. Без тебя все мертво, отцвела жизнь моя. Стихотворение Абая Кунанбаева. Не просто это звук часов тик-так. Не просто это звук часов тик-так. До времени неумолимый знак. Прошла минута, стала жизнь короче, и стрелок ход не прекратить никак. Тик-так, часы отсчитывают путь. Тик-так, напоминаю, не забудь. Проходит все, неумолимо время, прошедшего вовеки не вернуть. Абай Кунанбаев, не верь хвалам, лукавит подлый. Не верь хвалам, лукавит подлый век, таит коварство в сердце человека. Верь самому себе, спасут тебя труды и ум отныне и навек. Доверчивость излишнюю сдержи, за славой не гонись, то призрак лжи. К лицу ли тебе других ввергать в обман и слепо верить в миражи? В беде не гнись, в беде не отступай, но в счастье тоже меру соблюдай. Глубь сердца погрузись, что там найдешь, и есть твой клад. Смотри, не потеряй. Стихотворение Абая Кунанбаева «Сердце полно тебе колотится» в переводе Льва Озерова. Сердце полно тебе колотится, от насмешек людских не уйдешь. Разве ты не смогло убедиться, что везде лицемерие и ложь? Горевал сиротливый ягненок, успокоился, щиплет траву. Только сердце тревожный ребенок не утихнет, пока я живу. Где найдет оно сердце другое, как поверит ему до конца? Жизнь без смысла, добра и покоя — то не жизнь, а затея глупца. Говорил ты, что дружба как бремя, все эти хитрости плел в тишине. Но хитрец не хитрее, чем время. Что ж ты нынче явился ко мне? Абай Кунанбаев. Сом дүние тонап жатыр, ісің бар ма? Баяғы күш, баяғы түсің бар ма?
Алды үміт, артты өкініш, алдамшы өмір, желігін жерге тықпас кісің бар ма? Дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма? Бір 5 күннің орны жоқ атты қарға, қай қызығы татыйды қу өмірдің, тату дарас жақынды жатқыларға. Ет жүрексіз ерніңнің айтпа сөзін, тіл үйренген нәпсінің қу мінезін, тілде сүйек ерінде жиек бар ма? Шымылдық боп көрсетпес шынның жүзін. Адамды сүйіп, адамды құрметтеуге үндеген кемеңгер ақын, поэзияның түпкі негізі адам, толық адам. Абай армандаған толық адам өнерлі, білімді, еңбекқор, әділ жүректі, ыстық қайратты, ғылым жолына түскен ізденімпаз болуы керек. Ал махаббатпен сүю, адамды сүю, Алланы сүю, әділетті сүю Абай шығармаларының биік мұраты.